Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ковалентті байланыс. Номер 1 зертханалық тәжірибе. Ковалентті байланысты заттардың моделін құрастыру. Оқу мақсаты: донор-акцепторлы және алмасу механизмі бойынша ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру. Қос және үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіру. Бағалау критерийі: қос және үш еселі байланыстың түзілуін түсіндіреді. Донорлы-акцепторлы және алмасу механизмі бойынша ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіре алады. Ковалентті байланыс. Covalent bond. Ковалентная связь. Диполь. Dipole. Диполь. Электротерістілік. Electronegativity. Электроотрицательность. Электрон. 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 Валенттілік. Валенс. Валентность. Қос байланыс. Double bonds. Двойные связи. Донорлы-акцепторлы. Coordinate bonding. Координатная связь. Химиялық байланыс төртке бөлінеді: ковалентті, металдық, иондық және сутектік. Соның ішінде коваленттік байланыс екіге бөлінеді: ковалентті полюссіз және ковалентті полюсті. Коваленттік байланыс дегеніміз жұптасқан валенттілік электрондардың ортақ жұбы арқылы түзілетін байланыс. Коваленттік сөзі валенттілік электрондар бірге дегенді білдіреді. Коваленттік байланыстың теориясын 1916 жылы американдық ғалым Льюис ұсынды. Коваленттік байланыстың түзілу механизмі: алмасу бойынша және донорлы-акцепторлы механизм бойынша. Алмасу байланысы бойынша дара электрондардың ортақ жұбы арқылы түзіледі. Ал донорлы-акцепторлы механизм бос орбитальдары бар атом-акцептор қабылдайтын атом-донор көп жағдайда кешенді қосылыстарда түзіледі. Ковалентті байланыс полюсті және полюссіз деп екіге бөлінеді. Ковалентті полюссіз байланыс электртерістіліктері бірдей атомдар арасында түзіледі. Оған мысалы хлор 2, O3, N2, O2, H2, бром 2, йод 2, фтор 2. Ковалентті полюсті байланыс электртерістіліктерінің мәндері айырмашылық аз болатын атомдар арасында түзіледі. Оған мысал ретінде H хлор, CO, CO2 жатады. Бірінші зертханалық жұмыс. Тақырыбы: ковалентті байланысты заттардың N2, O2 және алмаздың модельдерін құрастыру. Не істедім? Азот молекулалық формуласы және құрылымдық формуласын жазамыз. Екінші бағанға оның молекула моделін суреттейміз. Екінші, оттек молекулалық формуласы мен құрылымдық формуласын жазамыз. Екінші бағанға молекула моделінің суретін саламыз. Үшінші, алмаз молекулалық формуласын жазамыз және екінші бағанға алмаздың модельдік молекула моделінің суретін саламыз. Жауаптарыңды мұны экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Тапсырма: берілген тұжырымдардың қайсысы сутек молекуласын, ал қайсысы сутек бромидінің молекуласын сипаттайды? Берілген дескрипторлар бойынша өз-өздеріңді бағалаңдар. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріңдер. Екі атом арасындағы коваленттік байланыс полюссіз, сутек молекуласына тән. Екі атом арасындағы коваленттік байланыс полюсті, сутек бромидінің молекуласына тән. Атомдарды байланыстыратын электрондық жұп атомдар арасында бірдей бөлінеді. Сутек молекуласына тән. Ортақ электрондық жұп байланысқан атомдардың біреуіне қарай ығысқан. Сутек бромиді молекуласына тән.
Келесі тапсырма. Параграф 10. Оқу. Аммиак молекуласындағы қандай ерекшелік оның донорлы акцепторлы байланыс түзуіне әсер етеді? Аммиак және H плюс катионы үшін Льюис құрылымын салып, аммоний ионда қалай бірігетінін көрсетіңдер. Яғни, кестені толтырыңдар. Келесі тапсырма. Берілген молекулалардың қайсысында коваленттік қасиеті басым? Жауаптарыңды түсіндіріңдер. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.